Екінші сабағымыз арпеджио. Арпеджиода біз негізі ең бірінші ең оңай және әндерді сүйемелдеуге арналған ля минордан бастаймыз. Яғни ми, ля, до, ми, ля, ми, до, ля. Бас бармақ екінші саусақпен қолданса болады, және бас бармақ екінші саусақпен және төртінші саусақ. Кейінгі аккорд ре, ля, ре, содан кейін үшінші аккорд ре, соль, си, ре, соль, ре, си, соль, яғни соль мажордың аккорды, сосын до мажор. До, соль, до, ми, соль, ми, до, соль. Қайталап өтем. Ля минор, ре минор, соль мажор, до мажор. Ойнаған кезде қол бір позицияда тұрады. До ми ляны ешқайда былай алуға болмайды. До ми ля деп былай қолды алуға болмайды. Ойнаған кезде мынау бір позицияда тұрады. Тура сол жерде тек саусақ былай қозғалу керек. Мына жерде тура сондай. Себебі тез ойнаған кезде саусақтарымыз үлгермейді, және ара қашықтық жоғарылаған сайын уақыт секунд өте не болады да, қолайсыз болады. Ойнаған кезде мынандай болып қалады. Уақытпен мынандай кіріп алып тұрады да, енді дыбыс алуымыз. Орташа, одан кейінгі жоғары темпке дейін жеткізуге болады. Бірінші жаттығу осы үй тапсырмасы осындай темпке дейін сізге жеткізу керек.